Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 11-ші сабақ «Менің демалыс күнім» мой выходной день. Жаңа сөздер. Сөздік дәптерге жазып, жаттап ал. Аңдар, хайуанаттар бағы, саябақ, шөп. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Мен аквапаркке барамын. Сен аквапаркке барасың ба? Кіммен барасың? Отбасыммен, анаммен, досыммен. Мәтінді тыңда және оқы. Прочитай текст. Ертең жексенбі, завтра воскресенье. Мен отбасыммен аквапаркке барамын. Я с семьей иду в аквапарк. Онда суда шомыламын. Там я купаюсь. Саша досымен хайуанаттар бағына барады. Саша с другом идет в зоопарк. Хайуанаттар бағында маймыл, бұғы, қолтырауын, керік, піл, арыстан бар. В зоопарке есть обезьяна, олень, крокодил, жираф, слон и лев. Тыңда, послушай и прочитай. Анель, хайуанаттар бағына барасың ба? Ты пойдешь в зоопарк? Я, мен хайуанаттар бағына барамын. Да, я пойду в зоопарк. Сен барасың ба? А ты пойдешь? Я барамын. Да, пойду. Әлбек, сен хайуанаттар бағына кіммен барасың? Ты в зоопарк с кем пойдешь? Хайуанаттар бағына досыммен барамын. Пойду с другом. Бірінші суретке қара, сұраққа жауап бер. Посмотри на картинки и ответь на вопросы. Кіммен барасың? С кем пойдешь? Мен Анельмен барамын. Мен отбасыммен барамын. Мен атаммен барамын. Мен әжеммен барамын. Екінші тапсырма, суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт. Мен анаммен аквапаркке барамын. Мен әкеммен хайуанаттар бағына барамын. Мен әжеммен аквапаркке барамын. Мен атаммен аквапаркке барамын. Үшінші тапсырма, үлгі бойынша диалог құрыңдар. Составьте диалог. Үлгі, пример. Әлібек, сен аквапаркке кіммен барасың? Мен анаммен аквапаркке барамын. Есте сақта, запомни. Жазғы демалыс басталады. Хайуанаттар бағына барамын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.